Бауырлар, сұмдық жағдай орын алды. Естеріңізде болса, өткен жылы 1 мамырда Нұр-Сұлтан қаласындағы наразылық кезінде 23 жастағы Әлімжан Ізбасаров ұсталған еді. Бұл жігіт туралы сол кезде қаншама газет-журнал жазып, жұрт шулап кетті. Өзінің мамандығы саясаттанушы. Заң мен ережені бес саусағындай біледі, тіпті артық біледі. Наразылық кезінде оны қолға түсірген құқық қорғау қызметкерлері полицияға бағынбады деген айыппен 5 күнге қамап тастайды. Кейін бейбіт жиын өткізу тәртібін бұзғаны үшін деп тағы 10 күн қамайды. Бар болғаны 20-дан енді ғана асқан жігіттен өлердей қорыққан билік қамаудан шыға сала Әлімжанды дереу әскерге шақыртады. Әрине, қалайда оның үнін өшіру керек болды. Әскери комиссиядағылар оның денсаулығындағы кінәрат туралы анализ шықпастан әскерге жарамды деп жазып жіберіп, сонымен ақыры 5 маусым күні Әлімжан әскерге аттанады. Алайда оған әскерде әдейі түрлі қысым көрсеткен. Содан соң жынды қылып, ақыры өзіне қол жүгіртпек болды деген сылтаумен жындыханаға бір тыққан. Тіпті осы жындыханаға Әлімжанды іздеп барған адвокаттың өзін сондағы дәрігер ашуланып, қамап тастай жаздап, әлгі адвокат әзер дегенде қашып шықты. Әлімжаннан хабар жоқ. Ана жақта оған не істеп жатқаны, не қылып жатқаны бір Аллаға ғана аян. Оған түрлі таблеткалар ішкізген. Бір сөзбен айтқанда, отбасы үрей құшағында. Ал оған ана психушкада не істеп жатқаны беймәлім ағайын. Естеріңізде ме? Оның сотта айтқан сөзі. Оның сөздері қаншама халықты жылатқан еді ғой. Ол судьяларға қасқайып отырып, сендердің бәрің мына шіріген жүйенің бағынышысыңдар. Нұр-Сұлтан, ақыр аяғында бүкіл мемлекет Нұр-Сұлтан болып, Назарбаев өзін хан көтереді, ал сендер оның бағынышысы боласыңдар. Сендер жай ғана роботсыңдар. Барлық билік аппараттары сатылған, полиция, прокуратура, судья, бәрі. Сендердің еш қайсың мына жүйеге керектерің жоқ. Ертең сендерді мусор сатып, лақтыра салады деген сөздерін тыңдағанда тұла бойың түршігіп кетеді. Осындай өз ойын ашық айтып, білімділігімен судьялардың өзін аузын жауып тастаған, биліктің бүкіл госструктураның былығын ашып тастаған, бар болғаны 23 жастағы жігіт қазір жындыханада жатыр ағайын. Мынау не сұмдық сонда? Назарбаев өзінің артын ашқан кішкентай ғана жігіттен осылай өшін алып жатыр. Құрметті бауырлар, қазақ елі, мына жас жігіт кеше өздеріңіз көріп отырған Дулат Ағаділ бауырымыз секілді көз алдымызда өліп кеткенін, жындыханада небір уколды салып азаппен өлтірмесін десеңіздер, бұл видеоны барлық WhatsApp топтарына, барлық әлеуметтік желілерге таратып жіберіңіздер ағайын. Бауырлар, біз үшін шыбын жаны шүберекке түйіп, көшеге шығып, биліктің былығын ашып, қасқайып қарсы тұрған қаршадай ғана жігітті аман алып қалайық ағайын. Егер Тоқаевқа мына сөзіміздің жеткенін қаласаңыз, мына жігітке расымен де жандарыңыз ашса, ана жындыханадан құтқарайық десеңіз, ең құрғанда барлық WhatsApp топтарынан таратып жіберіңіздер. Анау жындыхананың тозағынан құтқарып қалайық ағайын. Қалың қазағым, көмек беріңіздер.